Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді наггетсті дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Біздің наггетсіміз өте жұмсақ болып шығады, сіздерге рецепт ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен біз тауық етін бірнеше бөліктерге турап аламыз. Содан соң біз маринад жасаймыз. Ең алдымен бір лимонымызды осылай қолмен сығып саламыз. Өзіңіз қалаған кез келген дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Мен тұз, бұрыш және паприка қостым. Содан соң бірнеше тіше сарымсақ саламыз. Үстіне күнбағыс майын қосып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Содан соң қайтадан күнбағыс майын осы тауық етін жауып тұрғанша құямыз. Бізде тауық еті маринадталып бір күн тұру қажет. Егер де бір күн тұратын болса, біздің наггетсіміз өте жұмсақ болып піседі. Максимум 6 сағат маринадтаймыз. Біз ең алдымен тауығымызды ұнға, содан соң жұмыртқаға, содан соң панировочный сухариге аунатамыз. Мен барлық тауық етін осылай дайындап алдым. Қызып тұрған майда екі жағы қызарғанша қуырып шығамыз. Біздің наггетсіміз дайын болды. Өте дәмді, әрі жұмсақ болып шықты. Сіздерге жасап көруге кеңес берем. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.